Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарты хабары бүгінгі бағдарлама спикерімен таныс болыңыздар. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының бөлім басшысы Асылжан Жарылқасынов. Қадірлі көрермен, студия қонағымен сұхбатымызға арқау болған тақырып дала жұмыстарына дайындық барысы төңірегінде болып отыр. Тақырыпқа қатысты сіздің көкейлеріңізде жүрген ой сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. 27-90-20 қала коды 72-42 байланыс телефоны сіздер үшін қызмет көрсетуде. Сондай-ақ WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдай аласыздар. 8778-481-1118 байланыс телефоны сіздер үшін қызмет етіп тұр. Қадірлі көрермен, бағдарламамен етене болыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Асылжан Еркінұлы, студиямыздың төріне қош келдіңіз дейміз. Кеш жарық. Жалпы енді санаулы күндерден кейін еліміз үшін үлкен бір жауапты науқан басталады. Бұл көктемгі дала жұмыстары. Жалпы енді өңіріміздің осы көктемгі егін егу науқанына дайындық жұмыстары қалай жүзеге асырылып жатыр қазіргі таңда? Қош көрдік. Жалпы бүгінгі таңда барлық шаруашылық құрылымдарында осы көктемгі егіске дайындық жұмыстары қызу жүргізіліп жатыр. Оның ішінде айтар болсақ, бірінші тыңайтқыштарды сатып алу, жанар жағармай сатып алу, гербицидтер сатып алу, сапалы тұқымдар сатып алу, және де осы көктемгі егісті жүргізуге қажетті қаржыларды тарту жұмыстары қызу жүргізілуде. Енді әрқайсысына тоқталып өтсем қысқаша, бүгінгі күні тұқым дайындау жұмыстарына келер болсам, жалпы күріш дақылына 22.200 тонна күріш тұқымы дайындалды. Одан бөлек дәнді дақылдарға 2000 тонна дәнді дақылдарға тұқымы дайындалды, және де майлы дақылдарға 109 тонна тұқым дайындалды, және мал азық дақылдар үшін 300 тонна тұқым әзірленді. Бүгінгі күні тұқым тазалау жұмыстары жүргізілуде. Егіс науқан басталғанға дейін толық тазартудан өткізіледі. Сонымен қатар тыңайтқыштар гербицидтермен қамтамасыз етуге келер болсақ, жалпы 2025 жылдың егісіне қажетті 64.600 тонна тыңайтқыштың бүгінгі таңда 41.000 тоннасы сатып алынды шаруашылықтармен. Және де осы 64.600 тонна тыңайтқыштың 11.300 тоннасы отандық тыңайтқыштардың үлесінде. Яғни атап айтқан кезде ол 5.000 тонна аммоний сульфаты, және де 300 тонна аммиак селитрасы, және де аммофос тыңайтқышы 6000 тонна. Осы өзіміздің отандық тыңайтқыш өндірушілерден алу жоспарымызда бар. Осы ретте айта кететін жайт. Бұл тыңайтқыштар тәжірибеден өткен бе? Иә, ол тыңайтқыштар тиісті тексеруден, зертханалардан оның қорытындысын алып, өзі өнеркәсіп министрлігі тарапынан тіркеуден өтіп, лабораториялық тексеруден өткізілген. Бұрын соңды қолданылып жүрді ме осы егістік алқаптарында, әлде алғашқы тәжірибе ме? Әрине жоқ, бұрыннан қолданылып келе жатқан тыңайтқыштардың түрі, ол ең негізгі тыңайтқыштар аммофос, аммоний сульфаты және аммиак селитрасы, осы карбамид деген 4 тыңайтқыш негізінен қолданылатын. 2024 жылдан бастап осы тыңайтқыштарды субсидиялау бағдарламасы аясында осы отандық тыңайтқыштардың өндіруші зауыттарды қолдау мақсатында, және де минералдық тыңайтқыштарға қолжетімділікті арттыру мақсатында аванстық субсидиялау деген тетік енгізілді. Бұл жерде ерекшелігі, егерде нарықтағы бағадан шетелдік тыңайтқыштар 50% субсидияланса, отандық тыңайтқыштар 60% мемлекет тарапынан субсидияланады, шаруашылық тек 40% төлейді. Бүгінгі таңда біз осы отандық тыңайтқыш өндіруші зауыттарға аванстық төлем 10.300 тоннаға аванстық төлем жүргізіп қойдық, яғни 60% аударып қойдық. Және де бүгінгі зауыттардың мәліметінше сәйкес 7000 тоннаға шаруашылық құрылымдары осы минерал тыңайтқыш сатып алуға келісімшартқа отырған. Яғни бұл дегеніміз осы 7000 тоннаны үстінде 40%-ын төлеп шаруашылық құрылымдары өздеріне жеткізіп ала береді. Енді шаруашылық иелері отандық тыңайтқыштарға оң көзқараспен қарап жатқан шығар. Себебі енді мәселенде бір қатарлары бар. Біз бұрынғы тыңайтқышты қолдануымыз керек дегенде ұсыныстар болып жатқан жоқ па? Өнімділікті арттыру үшін. Жоқ, бұл аванстық субсидиялау, отандық тыңайтқыштар субсидиялау оң әсерін тигізіп жатыр. Былтырғы жылдан салыстырғанда биыл отандық тыңайтқыштардың көлемі артып келеді. Сонымен қатар сапасына келер болсақ, ол шетелдік тыңайтқыштармен сапасы шамалас.
бұл жерде тыңайтқыштың 40%-ын шаруашылық төлесе, ол бағасы жағынан да тиімді болып келеді. Шетелдік тыңайтқыштың бағасынан біздің отандық тыңайтқыштардың бағасы едәуір арзан болып келеді. Мынау енді тұқымы тәуірдің өнімі де берекелі болады. Жалпы енді егістікте осы басты рөлді тұқым атқаратыны белгілі. Осы тұрғыда енді өзіңіз айтып өттіңіз, біздің өңірімізде орналасқан Қазақ күріш ғылыми зерттеу институтының мамандары осыдан бірер жыл бұрын жаңа сорттарды өндіріске енгізді. Сыр сұлуы бар, айсара бар. Жалпы енді осындай бір сараптамадан өтіп жатқан жаңа тұқымдар бар ма қазір? Мынау отандық тыңайтқыштар секілді биылдан бастап қолға алынып егілетін. Иә, бүгінгі жалпы аймағымызда бірден бір институт, күріш шаруашылығы, Орбай Жақаев атындағы күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты ұзақ жылдар бойы осы отандық күріш селекциясын дамыту үшін жұмыстар атқарып келеді. Бүгінгі таңда отандық тұқымдардың үлесі жалпы егістің жалпы тұқымның 3%-ын ғана алады. Қалған 97%-ы шетелдік сорттар болып келеді. Оның 87%-ы ресейлік сорт болса, 10%-ы украиналық сорт, және де майда шағын бөтен сорттар бар. Бүгінгі таңда институт тарапынан енді сорттарды, жаңа сортты әзірлеу, соны өндіріске енгізу, шығару мақсатында зерттеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа сорттар зерттеліп жатыр. Ол бір сортты өндіріске енгізу үшін кемінде 5 жыл, 6 жыл оны өзінің сынақ алаңында тәжірибеден өткізіп, 100% оң қорытындыға жету үшін 5-6 жыл зерттеу керек. Қазір бүгінгі таңда енді отандық селекциядан Айкерім, Сыр сұлуы деген негізгі сорттар аймағымызда егілуде. Бәрекелді. Шаруашылықтар тарапынан қазір енді қандай сұрыпқа сұраныс жоғары болып отыр? Мынау өзіңіз айтып өткен осы күріш ғылыми зерттеу институтының мамандары егістік алқаптарына барып, мәселен енді отандық тыңайтқыш қолданылып жатыр. Мынаны бүйтсең дұрыс болады, мынаны осылай өзгертсек өнімділік жақсарады деген сияқты ақыл кеңестерінде айтып тәжірибемен бөлісетін шығар? Әрине, ғылыми зерттеу институттың мамандарымен ғылыми профессорлар бар, ол жақта докторлар бар. Әрдайым тығыз байланыстамыз. Кез келген жағдайда ол шаруашылықтармен байланысқа түсіп, консультация қажет болса, егістіктің басына баруға қажет болса, барып, өздерінің ақыл кеңестерін жеткізіп отырады. Біздің енді өңіріміздің климаты белгілі, экологиялық ахуалымыз бар, ауа райы да өзгеріп тұрады, желді климатымыз бар. Осы тұрғыда енді өзіңізден сұрай кетсем, мәселен енді біздің өңірімізге, әсіресе аймағымызға мынау 120 күнде толықтай пісіп жетілетін күріш қажет ақ. Осы тұрғыда енді мынау қандай бастамалар бар? Осы мәселен енді көршілес облыстарға қарайтын болсақ, өнімді осы ерте егіп, бір осы маусымның ішінде бір немесе 1-2-3 рет өнім алып жатады. Ондай шаруашылықтар бар ма қазір бізде мынау жаңа тәжірибе жасап жатқан? Бізде 2023 жылы осы Украинадан украиналық сорттар алып келдік. Өзіміздің Жалағаштың Ерәлі шаруа жалығы екті. Сосын Таң шаруа жалығы екті. Таң жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екті. Бұл сорттар 110-115 тәулікте күнде піседі. Вегетациялық мерзімі қысқа. Осы вегетациялық мерзімі қысқа аймағымыздың тұзды топырағына төзімді сорттарды өндіріске кеңінен енгізу бойынша осы институт ғалымдары бүгінгі күні жұмыс жасауда. Алдағы уақытта осы климатымызға төзімді, вегетациялық мерзімі қысқа, өнімділігі темнемен одан бөлек өнімділігі жоғары сорттарды өндіріске енгізу үшін барынша қолдау жасап жатырмыз. Еліміздің енді мынау ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттауда потенциалы жыл санап өсіп келе жатыр. Оның ішінде де біздің аймағымызда үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Мына нәрсені сұрап өтейін, енді біздің облыста өсіріліп жатқан күріштің қай тұқымына көбіне көп сұрау салады шет мемлекеттер? Экспортқа жалпы жыл сайын 70-80 мың тонна күріш өнімдері экспортқа шығарылады. Жыл сайын экспорт көлемі артып келеді. Сонымен қатар негізі сұранысқа ие осы ресейлік сорттар мойындау керек. 80-90% сол ресейлік сорттар экспортқа жіберіліп жатыр. Жалпы енді мынау біздің өңірімізде көктем
құбылмалы ауа райымен есте қалды. Әдепкіде жаңбыр жауды, арты қарға ұласты. Қазір енді күн қабағы жақсарды. Осы тұрғыда енді өзіңізден ең басты сауалды сұрап өтейін. Мынау біздің егіншілер, диқандар қашан дала жұмыстарын бастайтын болады? Жалпы енді мынау агротехникалардың дайындығы қалай қазір? Жалпы осы техникалардың дайындығына келер болсақ, көктемгі егіс және дала жұмыстарына 4046 дана ауыл шаруашылығы техникалары қатысады деп жоспарлануда. Оның ішінде 2000 дана трактор және де 500-ге жуық соқа, 920 трактор тіркемесі және де 300-ге жуық дән сепкіштер толық 100% жөндеуден өткізіліп, бүгінгі егіс науқанына толықтай сақадай сақ дайын болып тұр. Сонымен қатар осы ауыл шаруашылығы техникаларының жайына келер болсақ, былтыр 2024 жылы 8 миллиард 800 миллион теңгеге 250 дана ауыл шаруашылығы техникалары шаруашылық құрылымдарымен сатып алынып, трактор паркі 5%-ға жаңалануға қол жеткізді. Сонымен жаңағы сіздің сұрағыңыз бойынша бүгінгі күні кеше өзіңіз көресіз, наурыз айының басында аймағымызда үлкен көлемде қар түсіп, бүгінгі күні топырақ егістіктерде ылғалдылық жоғары. Наурыз айының бірінші декадасында негізі бастап кететін едік. Дегенмен сәл кешігеді, 1-2 апта енді. Сол наурыз айының 20-ларына таман 15-20-лары осы алғы дақылдар, жаңағындай бидай, жоңышқа сияқты дақылдарды егеміз деп жоспарлануда. Ауа райы енді алдағы уақытта әлі де өзгеруі мүмкін. Осы тұрғыда енді синоптик мамандармен бірлескен жұмыстар бар шығар қазіргі таңда. Қазгидрометпен байланыс мәліметтер алып отырамыз күнделікті. Алдағы уақытта күн ашық деген болжам беріп отыр. Құдай қаласа осы 20-сына дейін бастап егіс жұмыстарын толық бастап кетеміз деген жоспарымызда бар. Жаңағы техника паркіне тоқтала кетсем, мемлекет басшысының арнайы тапсырмасы бар. Ауыл шаруашылығы саласын, ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы өнім көлемін алдағы 5 жылда 2 есеге арттыру жөнінде. Бұған арнайы үкіметпен жол картасы бекітілген. Жол картасына сәйкес 2024 жылы осы машина трактор паркін 5% жаңалану көрсеткішіне толық қол жеткізілді. Биылда осы аймағымызда жол картасына сәйкес 6,5%-ға жеткізу, жаңалау деңгейін 6,5%-ға жеткізу жоспарланған. Осы уақытта біз шаруашылықтарға жеңілдетілген лизинг, несиелендіру бағдарламалары барлығы қарастырылған. 6,5%-ға толық қол жеткізілетін болады. Асылжан Еркінұлы, дәл қазір тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Желде күтіп қалған екен, сауалын тыңдап көрейік. Саламатсыз ба көрермен, тікелей эфирдесіз. Біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар ма? Мына Өзек жартының төріне келіп отқан ауыл шаруашылық басқармасының маманына қоятын сауалым бар еді. Әлеуметтік желілерден қарап жатамыз, кейбір тез ұзақ уақыт сақтай алмайтын дәнді дақылдарды, мысалы қызылшаны, сондай заттарды диқандар еш жаққа өткізе алмай ысырап болып, олар көп шығынға ұшырап жатырмыз деген нелерін көп жатамыз видеоларын. Біздің өңірде сол қалай шешілген? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызды жолдағаныңызға. Асылжан Еркінұлы, жалпы енді көрерменіміздің сауалы өте жақсы деп баға береміз. Себебі мынау көбіне көп осы ауылдағы ағайын өзінің бақшасында көкөністерді егіп жатады. Соның ішінде енді көбіне көп мәселе кезігеді. Бұл өзі өсірген өнімді сату жағы. Мәселен, енді біздің өңірде мынау күзгі маусымда көптеген жәрмеңкелер болады ғой. Бұл тұрғыда енді өнімді өткізуге байланысты басқарма қандай көмек көрсете алады қарапайым халыққа? Сұрағыңызға рахмет. Жалпы осы жаңағы тез бұзылатын өнімдер деп жатсыз, картоп, көкөніс, бақша өнімдері негізінен ерте бұзылатын, тез бұзылатын өнімдер қатарына жатқызылады. Бүгінгі таңда осы көкөніс сақтау қоймалары, облысымызда көкөніс сақтау қоймалары салу бойынша бірқатар жұмыстар атқарылуда. Соған келер болсақ, аймағымызда былтыр осы қаламызда Жанарай жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен қуаттылығы 4000 тонна болатын көкөніс сақтау қоймасы салынды. Бүгінгі таңда осы көкөніс сақтау қоймасы толық жұмыс жасап тұр. Ол жақта облысымыздың тұрақтандыру қоры бар. Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы жұмыс жасайтын. Осы тұрақтандыру қорында картоп, жуа, сәбіз өнімдері бүгінгі күні сақталуда.
осы шаруашылық картоп, көкөніс, бақша дақылдарын егетін шаруашылықтар егер де өнімін сақтайтын жер болмаса, осы Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы фьючерстік келісімшарт дейміз, алдын ала фьючерстік келісімшартқа отырып, өздерінің ертең күзде жинап алатын өнімдерін тұрақтандыру қорына өткізуге мүмкіндік бар. Ол үшін тұрақтандыру қорына Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен келісімшарт жасап, бағасын келісіп, солай жұмыс жасау керек. Енді сыр өңірі жалпы осы негізгі дақыл күрішті өсіруде еліміз бойынша алғашқылардың қатарында. Бұл әрине жақсы көрсеткіш. Дегенмен де енді мынау бақша өнімдерінде өсіру қазір қолға алынып жатыр. Алма бақтары пайда болып жатыр. Мынау өзіңіз жаңа айтып өткендей қызылша бар, картоп өнімдерін өсіруде қазір үлкен мынау жалпы халықты сипат алды десек те болады. Барлық осы еңбеккерлер осы өнімдерді сатып, өсіріп, табыс табуға ниеттенген. Осы тұрғыда енді өзіңізден сұрап өткім келеді, мынау ерте егілетін дақылдар туралы айтайықшы. Бұл дақылдарға не кіреді? Бұл ерте егілетін дақылдарды егу жұмыстары қашан басталады? АГХ бұл ерте егілетін дақылдарды біз жалпы АГХ деп атаймыз. АГХ-ге бұл жаңағы біздің дән дақылдар, күріштен басқа бидай, арпа, тары деген дән жүгері секілді. Осы сосын жоңышқа дақылдары, ерте егілетін дақылдарға жатады. Осы агротехникалық талаптарға сәйкес осы наурыз айының бірінші онкүндігінде негізі топырақтың жылулығы тиісті температураға жеткен кезде осы наурыз айының бірінші онкүндігінде басталады бұл дақылдарды себу жұмыстары. Дегенмен қазір енді жаңа атап өткендей қар жамылғысы, жаңбыр көп болып енді 1-2 апта кешігіп ертең 15-і наурыздың 15-20-сы толық АГХ-ті басталады деп жоспарланды. Түсінікті, енді мынау 2 жылдың төңірегінде болса керек, жалпы енді біздің елімізде аймағымызда үлкен бастама қолға алынды. Ол халыққа, мынау тұрғындарға әлеуметтік маңызы бар азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін қосымша мынау егістік алқаптарын, жер телімдерін бөлу жұмыстары қолға алынды. Бұл жұмыстар аясында қарапайым халыққа, өңір тұрғындарына биыл қанша жер телімі ұсынылатын болады? Жалпы аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес осы 2022 жылдан бері облысымыздың төңірегінде 2,5 мың гектардан астам жерге картоп, көкөніс, бақша дақылдарын егуге және де ауылдағы халықтың тұрмыс тіршілігін жақсарту мақсатында, өзін-өзі азық-түлік тауарлармен өзін-өзі қамтамасыз ету мақсатында осы биылғы жылы аудандардың мәліметтеріне сәйкес 5000 отбасы өтінім берген. Осы 5000 отбасыға 3250 гектар жерге картоп, көкөніс, бақша дақылдарын орналастыру жоспарлануда. Бұл ретте шаруашылық құрылымдары егістік жерді тегістеп, оны жыртып, қарықтап береді. Барлық одан қарапайым халыққа қалған сол тартылған арықты тегістеп, картоп, көкөніс бақшасының өзін егіп, өнімін жинап алу. Асылжан Еркінұлы, енді қазір бізді тікелей эфирде тамашалап отырған барша аймақ тұрғындарына құлаққағыс ретінде айтып өтейік. Бұл өзіңіз айтып өткен 5000 отбасы ниет білдірген екен, осындай егістік алқаптарын алуға. Қалай өтінім беруге болады? Әлде бұл тізім қазір жасақталып қойды ма? Жоқ, кез келген уақытта өтінім беруге болады, ертең егіс басталғанға дейін. Өзі ауыл округ әкіміне, барлық ауылдық округ әкімдері бұл мәселені білет, шаруашылық құрылымдары да білет, ірі шаруашылық құрылымдары. Ауыл әкіміне барса, барлығын тиісті жағдай көмектеседі. Егер болмай жатқан жағдайда аудан әкімдігі бар, біз бар, көмектесеміз жан-жақта. Түсінікті, енді қарапайым халық болғандықтан, мынау көбіне осы ірі шаруашылықтар қолданып жатқан ауыл шаруашылық техникалары жоқ. Бұл тұрғыда енді мынау жерді тегістеу, аудару деген сияқты мәселелер бар, су жеткізу деген. Осы тұрғыда енді өңір халқына өтінім берген тұрғындарға көмек беріледі ме? Басқарма тарапынан болсын, шаруашылықтар тарапынан болсын? Әрине. Ірі шаруашылық құрылымдары бұл мәселені жақсы біледі. Біраз мәжілістер ұйымдастырылған, мәжілістерде көптеген тапсырмалар берілген кезінде аудан қала әкімдіктеріне барлық мәселені білет. Шаруашылық құрылымдары да үйреніп қалды. Уже 3 жыл қатарынан келе жатырмыз. Жерді тегістеп, қарықтап, қажет болса каналын, арығын тартып. Бәрекелді. Сондай жұмыстар тәжірибе бар.
Асылжан Еркінұлы, дәл қазір тікелей эфирге тағы бір телекөрерменіміз хабарласып үлгеріпті. Сауал бар екен, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба көрермен? Желден үзіліп кеткен екен, көрерменімізге қайта хабарласуға болатындығы туралы айта кетеміз. Асылжан Еркінұлы, жалпы енді сұхбатымызды жалғастыратын болсақ, мынау жерді тегістеу болды, су жеткізіп беріліп жатыр, халыққа үлкен көмек жасалды. Ал енді мол көлемде мынау өнім өндіреді, барлығы көп өнім алғысы келеді. Ал өнімді өткізу мәселесіне келген кезде көмектер болады ма? Мемлекет тараптан, басқарма тараптан? Өнімді күріш өнімін айтасыз ба? Жоқ, жалпы бақша өнімдері. Бақша өнімдері. Бақша өнімдері жағы мен айтқандай көкөніс картоп өнімдерін неге фьючерстік келісімшарт отыру арқылы Байқоңыр әлеуметтік корпорациясына өткізуге болады. Бақша өнімдері ол тікелей экспортқа кетіп жатыр. Ол экспорт ашық. Нарық экспортқа жіберуге ешқандай не жоқ, кедергі жоқ. Құдайға шүкір, жыл сайын өнім өтпей жатыр деген мәселе жоқ, өтіп жатыр. Түсінікті. Ал мынау осы мал азығын дайындау жұмыстары турасында да айтып өтсек, жоңышқа бар, оның ішінде бидай бар. Бұл жұмыстар қашан іске асырылатын болады жоспар бойынша? Мал азықтық дақылдарды егу жұмыстары осы наурыз айының 22-ші декадасында басталады деп жоспарлап отырмыз. Биылғы жылы мал азықтық дақылдарының егіс көлемі 71 мың гектарды құрайды. Былтыр осы мал азықтық дақылдарынан 300 мың тоннаға жуық шөп жем-шөп дайындалған. Жалпы мал азықтық дақылдарының егіс көлемі жыл сайын артып келе жатыр. Осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес. Жоңышқада маусымда бірнеше рет орылады ғой? Әрине, жоңышқа 3 рет, жақсы болған жағдайда 4 ретке дейін оруға мүмкіндік бар. Түсінікті. Телекөрерменіміз бар екен, тағы хабарласқан. Саламатсыз ба көрермен, тікелей эфирдесіз. Біз сізді тыңдап отырмыз. Қайырлы кеш. Ассалаумағалейкум. Бір жыл бұрын Қызылорда өңірінде жылыжай жұмысы тоқтап қалған болатын түгін. Осы жылыжайда қайта жаңғырту жұмыстары қалай қолға алынады? Немесе оның орнына басқа мақсатта пайдалануға көздеп отырсыздар ма? Жақсы, рахмет көрермен, сауал жолдағаныңызға. Асылжан Еркінұлы, жылыжай мәселесіне байланысты көрерменіміз өзінің сауалын қойып отыр. Әрине біздің өңірімізде үлкен жылыжай кешені салынды. Қазір енді ашығын айтайық, жаңа Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз ғой. Бұл жылыжай қазір іске асқан жоқ. Әлеуметтік желіден қаңырап тұрғанын да көріп жатырмыз. Бұл басқа мақсатта қолданылады ма дейді алдағы уақытта? Жалпы облысымызда бүгінгі таңда осы жылыжай ірілі ұсақты 40-қа жуық жылыжай бар облысымызда. Оның ішінде ең жаңағындай ірі, өзіңіз айтып өткен ірі жылыжай ол сіздің айтып отқаныңыз бөлек, бірақ ол Қызылорда қаласында көлемі 2 гектар Казагромир жылыжай кешені жұмыс жасайды. Жылыжай кешені 2020 жылы іске қосылып, бүгінгі таңда көкөніс өнімдерін, яғни қияр, қызанақ өнімдерін өсіріп, шығарып, нарыққа сатуда. Бұл кісінің мәселесі жылыжайларды мемлекеттік қолдау ғой енді. Жалпы 2024 жылдан бастап осы өсімдік шаруашылығын субсидиялау қағидасы бар. Ауыл шаруашылық министрлігінің 2020 жылға. Сол бұйрықта басым дақылдар өндірісін субсидиялау бағдарламасы іске асырылады. Осы бағдарлама аясында 2024 жылдан бастап жылыжайларды субсидиялау тетігі енгізілді. Бұл ретте өндірістік жылыжайларда және фермерлік жылыжайларда өнім өндіруге кеткен электр энергиясы және де жылуға кеткен шығындарын ішінара субсидиялаймыз. Яғни бұл фермерлік, яғни өндірістік жылыжайлар үшін әр гектарына төленеді. Гектарына 9 миллион теңге, ал фермерлік жылыжайлар үшін, яғни шағын жылыжайлар үшін 1 гектарына 1 миллион 400 мың теңгеден төленеді. Бұл ретте өзі Алматыда көкөніс шаруашылығы ғылыми жабық топырақты зерттеу және көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты бар. Осы институттың өзінің берген ресми ғылыми негізделген шығындарының негізінде осы есептелініп алынған нормативпен төленеді.
Енді қазір біздің аймағымызда осы шаруашылықтарда лазерлік тегістеу әдісін қолданып, сондай-ақ мынау ауыспалы егіс жүйесін қолданып жүрген шаруашылықтар көп па? Көп, иә. Лазерлік тегістеу биылғы жылы лазерлік тегістелген жер көлемі облысымыз бойынша 55 мың гектарды құрайды. Бұл соңғы 10 жыл бойы тегістелген жердің көлемі. Өзі соңғы жылдары орын алып жүрген су тапшылығы мәселесі. Осы жердегі тегістеп, оған бізге келетін суды барынша үнемдеп, мұқият жұмсауға өзі мәжбүрлеп келе жатыр. Осы ретте осы жоғарыдан келетін судың көлеміне тәуелді болғандықтан егістік жерді лазерлік тегістеу операциясы өте бір маңызды операцияның бірі болып табылады. Биылғы жылы жоспарымызға сәйкес осы тегістелген 55 мың гектар жерді 60 мың гектарға дейін жеткізу жоспарымызда бар. Бұл ретте шаруашылық құрылымдары 190 дана лазерлік тегістегіш құрылғылармен қамтамасыз етілген. Осы лазерлік тегістегіш машинасын алған шаруашылық құрылымдарына мемлекет тарапынан субсидия да қарастырылған. 25% өзінің құнына 25% субсидияланады. Ал осы тамшылатып суару әдісін қолданып отқан шаруаларға да субсидия қарастырылған ба? Тамшылатып суару әдісімен қолданған шаруашылықтарға да міндетті түрде оған субсидиялау қарастырылған. Тамшылатып суару дегеніміз енді су үнемдеу туралы айтып өтейік. Ақыры бастағаннан кейін. Су үнемдеу технологиясын пайдалану арқылы осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жол картасы бекітілді. Жол картасына сәйкес 2024 жылы 4400 гектар жерге су үнемдеу технологиясы қолданылып, егіс егілді. Оның ішінде 3200 гектар тамшылатып суару болса, 1200 гектар жаңбырлатып суару. Сонымен қатар осы су үнемдеу технологияларын енгізген шаруашылық құрылымдарына мемлекеттік қолдау қарастырылған инвестициялық субсидиялау бағдарламасы аясында. Бұл ретте осы су үнемдеу технологиясын пайдаланған шаруашылықтарға 2024 жылы 551 миллион теңге субсидия төленді. Осы биылғы жылы 990 миллиондай қаражат инвестициялық субсидиялау бағдарламасы аясында қаржы қарастырылған. Егер де су үнемдеу технологиясын өндіріске енгізем, кеңінен көлемін ұлғайтам, өндіріске енгізем деген шаруашылықтар болса, мемлекет тарапынан мемлекеттік қолдау бар. Енді әр жылдары судың тапшылығына, қуаңшылыққа байланысты біздің өңірімізде көптеген бастамалар қолға алынды. Бұл егістік алқаптарының қысқаруы бар, олардың қатарында. Осы орайда енді өзіңізден сұрап өткім келеді. Биыл осы негізгі дақыл күріштің егіс көлемі қаншалықты қысқарып отыр? Экологтар осы кезде дабыл қақты. Күріш алқаптарын қысқартатын болсақ, жердің тұздануы тым көбейіп кетеді, жылдамдап кетеді деп. Осы тұрғыда тоқталып өтсек. Жалпы осы су тапшылығы, соңғы жылдарда орын алған су тапшылығы осы күріш егісін қысқартуға мәжбүрлеп отыр бізді. Бірақ енді ескеру керек, бұл жерде біздің аймағымыз сыр өңірі жалпы суармалы егіншілікке негізделген, яғни егіншілік саласы тек қана суармалы егіншілікпен өсіріледі. Бұл ретте ғылыми негізделген, ғылыми зерттеу институты ғалымдарымен әзірленген ауыспалы егіс жүйесі бар. Осы ауыспалы егіс жүйесіне сәйкес барлық дақылдар егіледі. Биылғы жылы осы ауыспалы егіс тәртібіне сәйкес күріш дақылыны 85.900 гектарға орналастыру қарастырылған. Бұл ретте күріш, оның 85.900 гектар күріштің 5000 гектарын осы су лимитін, бізге бөлінетін су лимитін сақтай отырып, және де осы лазерлік тегістелген жерлерде үнемделетін судың көлемін пайдалана отырып, сонымен қатар осы қашыртқыдағы суды насос арқылы қайта пайдаланып, егу жоспарлануда. Енді біз күрішті қысқартамыз дейміз, бірақ күрішті тым қатты қысқартсақ, өзіңіз айтқандай, аймағымыздың топырақ климаттық жағдайы тұзды топырақ екені рас. Жердің екінші мәрте тұздану процесі, егер күрішті қысқартқан жағдайда жерді екінші реттік тұздану процесі күшейіп,
айналымдағы жерлер айналымнан шығып қалу қаупі жоғары. Сол себепті осы күріш дақылының деңгейін 80 мың, 85 мың жобасында ұстап отыруымыз қажет. Өзіміздің айналымдағы инженерлік тегістелген биыл егістік алқап қысқарған жоқ? Жоқ, егіс алқап қысқарған жоқ. Былтырмен салыстырғанда егіс көлемі 539 гектарға ұлғайып отыр. WhatsApp әлеуметтік желісіне біздің көрерменімізден мынадай сауал келген екен, оқып берейін. Жалпы енді мынау біздің өңірімізде шаруалар үшін дизель отыны қанша теңгеден ұсынылады дейді, жеңілдік бар ма дейді. Қазір енді мына көктемгі далалық жұмыстарға қажетті арзандатылған жанар-жағармай жеткізілген шығар? Алғашқы жеткізіліп жатыр. Сұрағыңызға рахмет, құрметті көрермен. Жалпы биылғы жылы дизель отын шаруашылықтардың өтініміне сәйкес дизель отын 21 мың тонна дизель отынына өтінім берілді. Оның ішінде 10 мың тоннасы көктемгі дала егін егу жұмыстарына, 11 мың тоннасы күзгі егін жинау жұмыстарына. Бүгінгі энергетика министрлігі мен ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан осы көктемгі дизель отынын облыстарға жеткізу кестесі бекітілді. Бекітілген кестеге сәйкес ақпан айынан бастап дизель отын ақпан айынан бастап маусым айына дейін жеткізілетін болады. Бүгінгі күні ақпан айына 480 тонна дизель отыны бөлініп, бүгінгі күні 430 тоннасы облысқа жеткізілді. Облысқа жеткізілген 430 тоннаның шаруашылық құрылымдарына 215 тоннасы таратылды. Бұл ретте дизель отынның тарату бағасы әр литріне шаруашылыққа дейін әр литріне 254 теңгеден жеткізілетін болады. Сонымен қатар осы жанар-жағармайға қолжетімділікті арттыру мақсатында 2023 жылдан бастап осы ауыл шаруашылығы министрлігінің тиісті қағидалары бекітілді. Қағидаларға сәйкес бұрын жалпы егіс көлеміне қажетті дизель отын көлемін жалпы алатын болсақ, қағидаларға сәйкес шаруашылық құрылымдары, әр шаруашылық құрылымы өзіне қажетті дизель отыны көлемін белгілеп, бізге электронды түрде өтінім жолдайды. Және де өзі жеткізуші операторлар айқындалған, облыс төңірегінде жеткізуші операторлар айқындалғаннан кейін осы шаруашылық құрылымдары жеке кабинетіне кіріп, қай оператордан жанар-жағармайды дизель отын алғысы келеді, өзінің ыңғайлы операторын таңдап дизель отын сатып алуға мүмкіндік бар. Түсінікті. Жалпы енді мынау шаруалар енді мол желге мынау егістік орналастырғысы келеді, одан кейін мол өнім алғысы келеді. Алайда енді шаруалардың еңбегін еш кетіретін бірнеше фактор бар. Солардың бірі бұл зиянкестер. Жалпы енді зиянкестермен күресу мақсатында біздің өңірімізде қандай жұмыстар қолға алынып жатыр? Қажетті препараттар жеткізіліп жатқан шығар, алғашқы бастамасы. Бүгін осы зиянкестерге қарсы біздің басқарма тарапынан жыл сайын осы шегіртке зиянкестеріне өңдеу жұмыстары жүргізіледі. 2024 жылы 43.600 гектар жерге өңдеу жұмыстары жүргізілді. Бұл өңдеу жұмыстары жүргізіліп, саяқ шегіртке зиянкестерінің жойылды. Биылғы жылы алдын ала осы болжамдау орталығы бар. Фитосанитариялық болжамдау орталығының алдын ала болжамды мәліметіне сәйкес биылғы жылы 50 мың гектар жерге саяқ шегіртке зиянкесін тарау болжамы бар. Осыған сәйкес бүгінгі күні өңдеуші мекеме, ол мердігер мекемені анықтау мақсатында мемлекеттік сатып алу порталында хабарлама жарияланды. Ол бізде осы не деді? Ақпан, қаңтар айында жарияланды конкурс. Бүгінгі таңда осы мердігерлерді анықтау, құжаттарды рәсімдеу бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Түсінікті. Асылжан Еркінұлы, жалпы енді біздің аймағымызда 4 жыл бұрын, қателеспесем, күрішті көшеттеп егу технологиясы қолға алынатын болады деген үлкен бастама жарық көрді. Үлкен жаңалық болды бұл халық үшін. Бұл әдіс арқылы енді суды үнемдеуге болады, өнімділікті арттыруға болады.
Жалпы енді күріштің шығымдылық мерзімінде едәуір қысқартуға болады. Бұл әдісті қолданып жүрген шаруалар бар ма қазір? Қаншалықты біздің өңірімізге, климатымызға оңтайлы келеді? Сұрағыңыз орынды. 2020 жылы осы аймағымызда күріш дақылын көшеттеп егу тәжірибесін енгізу мақсатында осы қытайлық әріптестермен тәжірибе жүргізу жұмыстарын жүргізілді. Ол үшін Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдарымен бірлескен жұмыстар жүргізілді. Күріш институтының тәжірибе алаңында, қателеспесем 60 гектар жерге осы күрішті көшеттеп отырғызу әдісімен тәжірибе жүргізілді. Тәжірибе барысында ол біздің топырақтың жаңағы су жіберген кезде топырағымыз батпақты. Сол тиімсіз болды ол әдіс. Себебі анау көшет отырғызу үшін арнайы техника кіру керек. Және де ол техника кіру үшін алдын ала күріш атызына осы суды бір жіберіп, қайтадан шаю керек та. Сосын күрішті отырып шыққаннан қайтадан су жіберу керек. Бұл былайынан қарасақ, бізде бұл екі есе шығын болып келеді. Себебі суды бір бастырып алып, оны жіберіп, қайтадан ондай тәжірибеге біздің келетін судың көлемі қазір мүмкіндік бермейді. Яғни шаруалар қазір қолданбайды бұл әдіс? Жоқ, бұл әдіс сол кезде тәжірибе дұрыс бітік шықпады. Бұл әдіс тоқтатылды. Өндіріске енгізілмеді десем болады. Өндіріске енгізілмегенде. Асылжан Еркінұлы, сұхбатыңызға рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Үлкен жауапты науқан келе жатыр. Аман сау болыңыз. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдегі өзек жарды хабарын осы жерден түйіндейміз. Сіздермен бірге болған мен Әзиз Сейдалы. Аман жүздесейік.